қазақ қолөнерінде үлкен орын алады. Шашбауды қазақ халқы қыз бала 15 жасқа келгенде шашына таққан. Ол қыз баланың жүріс-тұрысын, бой түзеп жүргендегі дене бітімінің тік жүріп, өзін-өзі тазалыққа, сымбаттылыққа тәрбиелеген. Оңтүстік өңірлерде қазақ халқы күмістен, алтыннан шашбау таққан. Шығыс, батыс өңірлерде ол шашбауларға қосымша зергерлік әшекейлер, көздер, алтын, басқа да бұйымдар қосылып тағылған. Сол сияқты шолпы түрінде де теңгеден тақ түрінде жасап тағылған. Шашбауды тұрмысқа шыққаннан кейін 1 жыл уақыт қана тағып жүрген, көбіне бой жеткен қыз балалар таққан. Әр ұлттың, әр жердің өзіне сай ұзындылығы, шашбаудың тізбегі болған. Шашпен бірге өрілетін бау шашбаулар да болған. Ол бау шашбаулармен шаш қатар өріліп, одан кейін шаштың ұшын бекіткен. Шаштың ұшын бекітіп қана қоймай, көріп беріп, сыңғырлаған үні қыз баланың келе жатқанынан белгі берген. Шашбаудың шолпының сылдырынан қазақ халқы үйге қыз баланың жақындап келе жатқанын білген. Қазіргі кезде заманауи шашбаулар әртүрлі мынандай ұшына тағылатын, ыңғайлы, тағып жүруге, қолданысқа ыңғайлы түрінде жасалған. Тізбектері әртүрлі болып келеді.